Менің туым, менің отаным. Шаһарымызда республика күніне орай жүгіру марафоны өтті. Мектеп жедел алдын алу іс-шарасы. Биыл Балқашта кәмелет жасқа толмағандар арасында 3 қылмыстық іс тіркелген. Шаһарымызда республика күніне орай менің туым, менің отаным атты патриоттық акция өткізілді. Ұстаздар мен колледж студенттері бастаған бір топ балқаштықтар Жидебай Батыр ескерткішінен Ақбай Батырға дейін жүгіру марафонына қатысты. Ал тәуелсіздік алаңында марафоншыларды әскери қызметкерлер, жас сарбаздар қарсы алып, мемлекеттік әнұран шырқалды. Ұлттық мереке күніне колледж студенттері тіпті арнайы флешмоб дайындап, белсенділік танытты. Жерде елін қорғап терлеген, батырлар бұл жерде намыс қолдан бермеген. Жерін қорғап қазақ жауға қылыш сермеген. Қазақстаным, Қазақстаным. Ал қазір мақтаныш бізге қазақ даласы. Байлығы молдағы бар жау жүрек баласы. Арманға бастаған құрылған көп қаласы. Қазақстаным, Қазақстаным. Қазақстан, Қазақстан, самға Қазақстан, Қазақстан, жаса Қазақстан, Қазақстан, байлығым менің тәуелсіз елім. Мағауия Хамзин атындағы мәдениет сарайында Алихан Бөкейхан ұлт азаттық күрескері атты деректі фильм көрсетілді. Қоғам және мемлекет қайраткері, Алаш ұлттық демократиялық партиясының ұйымдастырушысы және жетекшісі, қазақтың тұңғыш ұлттық үкіметі Алаш орданың басшысы, ғалым, дарынды публицист Алихан Бөкейхановтың құрметіне арналған фильмді тамашалауға 200-ден аса адам жиналып, рухты оятарлықтай әсер алғанмен бөлісті. Еске сала кетсек, фильмнің продюсері мен авторы Алихан танушы Тұңғышбай Мұқанов немересі медиамен бірлесе отырып патриоттық туындыны жарыққа шығарған. Әлиханның Самарадағы кезеңінің аса маңызды дәуірі қазақ көшбасшылары Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатұлымен бірлесіп жалпы ұлттық қазақ газетін шығарып, ұлттық интеллигенцияны топтастырып, Алаштың саяси элитасын қалыптастырумен ерекшеленген. Осыдан 106 жыл бұрын 1917 жылы Орынборда өткен үлкен Орынбордағы 5-13 желтоқсанда Алихан Бөкейхан бастаған алаш қайраткерлері Алашорда ұлттық территориялық автономиясын құрылғанын жариялаған болатын. Сөйтіп қазақ даласында дербес мемлекеттің іргетасы қаланған еді. Соның иесі алаш қайраткері Алихан Мұхамедұлының есімі тура тәуелсіздік алғанымызға 30 жыл өткенде 2021 жылы Қарағанды қаласындағы Майқұдық өңіріндегі Октябрь ауданына берілді. Сол Октябрь ауданына Әлекеңнің есімінің берілгеніне орай 1992 жылдан бастап 2022 жылдың аралығында 30 жыл бойына туған жері Ақтоғайда, Қарағанды облысында, Астанада және Мәскеуде өткізілген рухани шаралардың жиынтығынан осындай фильм құрастырылып шығарылды. Фильмнің негізгі мақсаты бүгінгі халықты, жастарды алаш қайраткері ұлт көсемінің өмірімен және ұлт көсемінің өмір туралы деректермен таныстыруды мақсат еткен болатын. Деректі фильм сол уақытта аса маңызды рөл атқарған іс-шаралардан бөлек Алиханды жақыннан тануға болатын мүмкіндік сыйлаған. Мәселен, Алихан сынды бірегей тұлғаның тіпті өмірге келуі де ерекше. Дүние есігін ашқан бетте-ақ кіндігі кесулі, сүндетке отырулы сияқты биологиялық ерекшелігін байқауға болады. Сонымен қатар жиын барысында Тұңғышбай Мұқанов Балқаш қаласының өлкетану музейіне Қазақстан Республикасының құрметті журналисті Садық Таласбаевтың балқаштық ардагерлердің дерегіне негізделген бейне жазбаны арнайы табыстады. 2005 жылы ұлы жеңістің 60 жылдығы осы Балқаш қаласында тойланған екен. Сол кезде Балқаш қаласындағы ардагерлер, отан соғысының майдангерлерінің көпшілігінің көзі тірі екен. Сол кезде Балқаш қаласын ұзақ жыл басқарған
жүген жүніс әбдіғалиұлынан бастап басшылардың және қайраткерлердің, қоғам белсенділерінің бәрі қамтылған 1 сағаттық фильмнің лентасын әкеп сыйға тартқалы отырмын. Бұл фильмнің иесі ақтоғайлық жерлесіміз, журналист, Қазақстан журналистер одағының мүшесі, Қазақстан Республикасының құрметті журналисті марқұм Таласбаев Садық болатын Құрмашұлы. Сол кісінің жанұясынан архивінен ат-кеуде қалап сіздердің музейлеріңізге тапсырмақшымын. Қазір музейдің адамы болса, қазір осы фильмді музейдің қызметкеріне тапсырамын. Бұны әрі қарай көшіріп алып, сол осыдан 18 жыл бұрынғы өткен шарадағы ата-аналарыңызды, сол кездегі ардагерлерді көрулеріңізге болады. Жыл басынан бері скринингке түсу барысында 200-ге жуық балқаштықтан жасушалық өзгерістер, қатерлі ісік анықталған. Дәрігерлер тұрғындарға жоспарлы скринингтік тексерулерді кейінге қалдырмауға кеңес береді. Себебі алғашқыда, яғни дер уақытында алдын алу немесе қауіп факторлары мен ауруларды анықтау болсын, оңтайлы емдеу және профилактикалық шара адам денсаулығына жақсы септігін тигізетінін айтуда. Енді статистика бойынша айтсақ, 20-шы жылдар рак шейки маткидан 76 адам выявление болды бізде. Ол полностью рак емес. Оның ішінде неше түрлі воспалениясы бар, сондай аурулар әйел адамға білінбейтін. Оның түрі жаңағы мазок наукоцитология дейміз, соны тапсырады, оны зерттейді. Зерттегеннен кейін уже қорытындысын айтады. Рак молочной железы деген бар. Скрининг ол 20-шы жылдар 18 адам мысалы выявление жасадық. Ол жерде де полностью рак емес, бірақ оның ішінде кисталар бар, возрастные изменениясы бар, мастопатии, различные мастопатии и рак, сам естественно рак бар. И колоректальный рак деген тағы да бір скрининг бар. 3 вида онкоскрининга бізде. 2020 жылдан бастап бүгінгі күнге дейін скринингтің тексерулердің барысында анықталған ауру түрлеріне тоқталатын болсақ, жатыр мойны обыры 275 балқаштықта, сүт безі 200 адамда және тоқ ішек обыры 60-тан астам адамда анықталған. Өйткені аурулардың бәрі определенный жастарда шығып отырады, приблизительно, мысалы. 40-тан 30-дан аса уже есть риск развития рака шейки матки, мысалы, рожавшая, даже не рожавшая женщина, мысалы, рак молочной железы 40-тан кейін басталады бізде. То же самое, риски есть, мастопатия, сондай такие вот неприятные заболевания, скажем так, олар сол кезде басталады. Бірақ оларды жүре береді ғой, мысалы адам. Ол қарамайды, ничего не беспокоит. Өзім лично мен кісілерге звондаймын, выявление жасағаннан кейін кісілермен сөйлесем, түсіндіріп айтам. Былайда жұмыс жүргізіледі, түсіндіреді доброчетный комитет. Не үшін керек мынау скрининг, не үшін мазок алып отыр, мысалы, не үшін маммографияға жіберіп отыр. Қалған БСК-ларды алсақ, процедуры в принципе одинаковые. Егер жүрекпен байланыс болса, давлениесін өлшейді, ЭКГ-сін жасайды, кардиологқа барады. Глаукомамен болса, внутриглазное давлениені өлшеп, окулистқа барып, сол жерде емдетеді. Скринингтік тексеру қандай да бір белгілердің болмаған жағдайда да жүргізіледі. Тұрғындарға тегін көрсетілген медицина қызметі медициналық сақтандыру есебінен жүзеге асырылатынын айтып өту қажет. Сол себепті скринингтен өту үшін сақтандыру болу керек. Оны тікелей тұрғылықты емханадан алуға болады. Жеке куәлік арқылы рәсімделмек. Дәрігерлердің айтуынша, ісік алды аурулардың алдын дер уақытында алса, адам өмірін сақтап қалу қиынға соқтырмайды. Халыққа айтатын сұрайтынымыз, егер медсестра, немесе дәрігер, немесе акушерка, немесе өзіңіз участковый медсестраны сізге звондап, скринингқа келіңіз, доброчетный кабинетте өтіңіз деп шақырса, ондай кезде міндетті түрде келіңіз. Өйткені ол сіздің денсаулығыңыз. Мынау рак дегеніңіз ешкімді аямайды, ешкімге қарамайды, ақшаға қарамайды, жасқа қарамайды. Социальное положение дейміз ғой, оған да қарамайды.
Быйыл Балкашта кәмелет жасқа толмағандар арасында 3 кылмыстык іс тіркелген. Бұл көрсеткіш 2022 жылмен салыстырғанда 2 есеге артып отыр. Осыған орай шаһарымызда 26 қазаннан бастап 2 қарашаға дейін республикалық мектеп жедел алдын алу шарасы бастап алды. Профилактикалық шараның мақсаты кәмелет жасқа толмағандар арасында, әсіресе білім ошақтарында құқық бұзушылықтың алдын алуға негізделіп отыр. Главой государства Касым-Жомарт Тоқаев 2023 жылы 5 қазанда Қазақстан Республикасы президенті бастамасымен өткен съезде оқушылар арасында құқық бұзушылықтың болдырмауын қатаң түрде қадағалау міндеттелген болатын. Білім ордаларында бопсалау, қоқан-лоққы көрсету фактілері орын алып жатқанын ескеру қажет. Осыған орай бүгіннен бастап шаһарымыздағы барлық мектептерге профилактикалық шаралар жүргізуді мақсат еттік. Қылмыстық істен бөлек 2023 жылдың 10 айлық қорытындысына сәйкес түнгі уақытта заңды өкілінің қарауынсыз 282 кәмелетке толмаған балқаштық әкімшілік жауапкершілікке тартылған. Рейдтік іс-шара барысында оқушыларға түсіндірме жұмыстары мен жадынамалар таратылды. Заңды өкілдеріне әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Сонымен қатар 2022 жылы 3 бала арнайы мектепке жіберілді. Ал 2023 жыл 10 ай ішінде 7 бала арнайы мектепке жіберілді. Балқаш қалалық сотына 10 айлық статистиканың қорытындысы бойынша 1800-ге жуық талап арыз түскен. Оның ішінде 401-і екі жақтың бір ауыздан келісіп татуласумен аяқталған. Атап айтқанда тіркелген арыздың 21-і еңбек барысында туындаған дауға негізделіп отыр. 11-і қайталанып, 8 іс тоқтатылған. Ал 300 бойынша шешім қабылдану барысында тоқтатылса, қазіргі таңда 2 іс қадағалау үстінде. Балқаш қалалық сотының судьясы балқаштықтарға арнайы сотқа дейінгі еңбек кодексіне байланысты анығырақ тоқталып профилактика жүргізуде. Порядке разрешения трудовых споров Еңбек дауларын шешу тәртібінде келіспеушіліктерді арнайы келісу комиссиясының қарауы міндетті кезең екенін еске салғым келеді. Осы тарапта қызметкерлер арасында туындаған жеке еңбек дауы ұйымның өзінде қысқа мерзімде шешуге мүмкіндік береді. Еңбек дауы бойынша талап арыз берген кезде талапкер осы еңбек дауын шешу үшін бітімгершілік комиссиясына жүгінуі қажет екенін атап өткім келеді.